Сәлеметсіздер ме? Есімім Эльмира. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналымда неше түрлі дәмді, тәтті тағамдардың рецептері мен жасалу жолдарымен бөлісемін. Өздеріңізге ұнаған видеоларға пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Әр апта сайын шығатын видеоларымды бірінші боп көру үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Бүгін сіздермен мынадай жұмсақ, үлпілдеп тұратын кекстің жасалу жолымен бөлісемін. Төменге рецептін қалдырамын. Қараңыздар, жұмсақ. Бізге керек ингредиенттер: 2 жұмыртқа, сода, разрыхитель, сұйық май, қант, айран, ұн керек болады. Ең алдымен айранға содамызды салып қоямыз. Соданы салғаннан кейін айран көтеріліп тұрады кішкене. Жақсылап араластырып қоямыз. Енді жұмыртқамыздан бастаймыз. Жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Енді қантын саламыз. Қант салып, тағы да жақсылап араластырыңыздар. Енді ұнымызға разрыхитель салып, араластырып қойып қоямыз. Жақсылап араластырып отырып, айранын құямыз. Айранымыз көтеріліп тұр. Осылай жақсылап араластырыңыздар. Енді ұнды аз-аздан салып, араластырып отырыңыздар. Арасында түйіршіктері қалып қоймауы керек. Мінекей осылай бір келкі етіп араластырыңыздар. Жақсылап араластырыңыздар. Арасында түйіршіктер қалып қоймауы керек. Ең соңында майын құямыз. Тағы да араластырыңыздар. Міне құрам осындай болады. Қараңыздар, өте қою, не сұйық емес, міне. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Қамыры осындай болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Бір келкі масса болып шықты. Қараңыздар. Енді қасықпен шайлап осы формаларға құйып шығамыз. Менде осындай формалар. Үлкендеу форма болса, міне кекстікі 2 қасықтан, кішілеу болса 1,5 қасықтан құйып шығасыздар. Өте толтырып құюға болмайды. Кекстар қазір піскен кезде көтеріліп, әдемі болмай қалады. Сондықтан форманың жартысына ғана құямыз. Міне мен барлығына осылай құйып шығамыз. Қазір енді осы кекстарды 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Енді әркімде духовка әрқалай болғандықтан өз духовкаларыңызға қарайсыздар.
солай пісіріп аласыздар. Міне құйып алдым, енді пісіреміз. Мінекей кекстерім пісіп шықты. Қараңыздар қалай күшті шыққан. Суығаннан кейін формасынан осылай ақырындап шешіп алыңыздар. Міне кексім дайын. Міне қараңыздар, шып жұмсақ. Міне алды, арты түгел әдемі болып піскен. Видеоның өзінде көрініп тұр қалай жұмсақ екені. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.